Қауіптің алдын алу, оны болдырмаудың жолы. Мақтаарал аудандық төтенше жағдайлар бөлімі қыс маусымында қауіпсіздік шараларына байланысты әрбір ауылдық округтерді үйді аралап, тұрғындарға көмір қышқыл газынан және улы газдан сақтанудың жолдарын түсіндіріп, сақтық шараларын ескертті. Апат айтып келмейді, ал сақтансаң сақтайды. Жылыту маусымы басталмай жатып ақ, үй мұржаларын тазалап, жарылған жерлерін ақтап сырлауды естен шығармаған жөн. Себебі бұны жасамаудың соңы қайғылы жағдайға душар етуі әбден мүмкін. Түсіндіру жұмыстары барысында аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары атқарушы билік өкілдерімен біргелікте әрбір тұрғынға осыны ескертіп, сақтық шараларын қатаң бақылауда ұстауды сұрады. Әсіресе жас балалардың үйде жалғыз қалдырмауды өтініп, жадмалар тарқатып шықты. Айта кетейік, бұндай түсіндіру шаралары бөлім тарапынан күнделікті жүргізілуде. Енді үйде жас балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Лаж барынша өрт қауіпсіздік ережесін сақтап, жағын электр қондырғылар дейді, қолдан жасалған, соларды дұрыс пайдаланыңыздар. Ең қазіргі газбен уланып отыр. Аудан бойынша түсіндірме жұмыстар жүргізілуде күн сайын. Біздің тараптан өзі арнайы жоспар құрылған, жоспар бойынша күн сайын өзіміздің өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері тарапынан, төтенше жағдайлар бөлімі тарапынан, жергілікті атқарушы органдар әкімдіктен тарапынан осындай жұмыстар жүргізілуде күн сайын. Түсіндіру жұмыстары барысында анық болғандай, көпшілік Иран пештерін пайдалануда. Шара барысында жылыту пешін дұрыс қолданудың тәртіптері тәптіш деп айтылды. Ағаны жылыту пешіне, пештің үстіне синтетикалық затты, болмаса жаңағындай заттарды кептіріп қоюға болмайды. Өйткені синтетикалық зат білесіз, тез жанады, иіс шығарады, ол да жану жағдайларына алып келеді. Сол себептен ондай синтетикалық затты, басқа да заттарды кептіріп, ондай пештің қасына жақында толып болмайды. Қатаң тыйым салынады біздің тараптан. Табиғи газды қалай қолдану туралы бәрін ескертіп түсіндіріп жатыр. Пайдалану ережесін толық түсіндік. Қажеті жазылып тұр екен, бәрін оқимыз. Қауіптің алдын алу әр адамның өз жеке қолында. Сондықтан мамандар айтқан кеңестерді естен шығармай, әрдайым назарда тұтқан абзал. Мақтаарал ауданынан Әсем Жұмалиева, Нұржан Сейдазимов, ақпарат.